Осылай шиелерімізді ішіндегі сүйектерін тастарын осылай алып тастаймыз. Қаласаңыз тасымен де жасасаңыз болады, тасын алғаннан кейін жасаңыз. Бірақ тастарын алып тазалап жасасаңыз жақсы. Мен осылай жасаймын дейді. Тасымен де жасай беретіндер болады, ішіндегі сүйегін алмайды. Міне осылай екеуі бір оңай шығады негізі. Бірақ жасасаңыз қолыңыз тез үйреніп кетеді. Осылай шиелеріміздің толығымен тасын алып піскесін тағы да таразыға біле салдым. 4 килограмм шие. Осының үстіне 3 килограмм қант қосатын боламын. Бұны қасықпен араластырмай, мезет кетпесін деп, осылай өз-өзіне сілкілеп қантын түбіне қарай түсіретін боламыз. Болмайтын тысым тары болғандықтан астына түспей жатыр қанттарым. Сәл қозғалмасам қасықтың көмегіне түспей жатыр. Негізі қасықпен езбей, тысыңыз кең болса, қозғалмасына түссеңіз жақсы. Менің тысым тары болмай жатыр. Осылай кемінде 5 сағат қойып қоямын. Өзінің суы шыққанша толығымен ешқандай су қоспаймын. Қаласаңыз бір түн қойып қойса болады, мысалы кешкісін жасап, таңертең қайнатсаңыз да болады азанға. Мен олай істемеймін, 5 сағат маған жетіп қалады. 4-5 сағаттан кейін бұны қайнататын боламын. Осылай қайнап бастағанымызда астын біраз азайтамыз. Қатайып кетпес үшін. Кейін көбіктерін аламыз. Көбігін жақсылап алдық. Кейін қайта көбік шықпас үшін үстіне бір ас қасық сармай қосып қойдым. Сармай тарылтып қосатын болсаңыздар, көбік шықпайтын болады осылай. Тосабымыз қайнап, суы азайып, қойылып келе жатыр. Екі арасы жай қосылып жатыр. Бұл деген қойыланды деген сөз. 5 минут холодильникке салып алдым. Болды. Енді банкімізге құя берсек болады. Осылай 1 сағат 30 минут қайнаттым. Сіздер бұдан аз жасайтын болсаңыздар, мәселен 1 килограмм шиемен жасайтын болсаңыздар, 708 грамм қант салып, 1 сағат 40 минут қайтып алуға болады. Мен 4 килограмм болғандықтан біраз көбірек қайнаттым.
Dostlar, mine tosabımız osulay болып шықты. Ерекше дәмді, керемет болып ойымдағыдай шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мен 4 килограмм шиеге 3 килограмм қант қостым. Неғұрлым қантты аз қосуға тырысамын әр заман. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Қолдап. Рахмет.